Деме аша матай маша паша кашалар бара берсін демеш. Неме өздері ақ бір-бірін өлтіріп, мен баяғыда айтқан жоқ па? Скоро таққа таласып бір-бірін жаншып өлтіріп, тіпті төбелеске шығудың қажеті жоқ сендерге. Үндемей отыра беріңдер. Барды жеп. Ертең өздерінің басын өздері алады олар. Қаптап атқан жоқ па? Шұбырған партия. Ойбай. Бәрі бір кіші, бәрі мінбеге жүгіріп барады. Ана талау керек қой, қанталапай қаяқта. Ертең бір-бірінен қызған, бірінің көзін шығып, бір жолата өлтіреді. Үндемеше қызықтың көкесі алды. Мен анау мынау кісі емес, қайды. Өйше мен аузым жабам деймін, мен қорықпа, мен аузымды ашпай баяғыда айтқан боларым. Мен күтіп отырмын сендерді, рақаттанып, қышуымған. Бірін өліп, бірін қалыңдар. Қайдағы құрылтайсыңдар. Жалмауыздар жиналай бастау, жинаңдар. Бір-біріңді талап жеңдір тұрсын. Кедей кепшіктің заманы келеді. Алладан, әр құдайдан күшті емес ешкімді. Сол өздерінше болып жүрген шығар. Қайде, бәрі құдай болам деген адамдар ғой, байып болған олар. Енді құдай болам деп төбелеседі бір-бірімен, үндеме. Отыра беріңдер, мұрындарын шығып, не бар саған көшеге шығып? Дыбысыңды шығармай отырып, осырқмай атасың ба олар, неме атасың? Отыр. Бай болып болды, енді құдай боламыз деп төбелеседі ертең өздері. Үндемеше еш қызықтың бәрі алды ғой. Дыбысыңды шығарма, тамадасар. Тіпті тілімді кессең де бас кеспек жоқ, кескертіп бай саған. Қайдағы саған депутат құрылтай саған. Халық үшін бір затты тұра алмаған адам ол жерге барудың қажет жоқ саған. Ол жерге барғанда не істейсің? Орындықты састасына ма екеуің, ана екі келіншек, Аша Матай екеуің орындықты састуға барасына ма, осырып, ішіп жеп, не жетпейді саған? Қыдыр шеш, одан да әліңді салда қыдыра бер. Жеңі білмейміз. Саған бізге неге Аша Матай, тағы бірдеңе атай-пақтай керек жоқ бізге. Ана әділетті Қазақстан, мәділетті Қазақстан деп қайдағы жоқ бірдеңелерді құрбап, атыңызға заттарың сай емес. Қазақша соғу. Қазақша соғу. Қазақстан сендерге ойыншық емес. Қазақстанды құру үшін біздің ата-бабамыз жер жастанған, түсінікті ма? Сендерге біздің болашағымыз бұлыңғыр емес қой, болашағымызды ойлау керек. Ана балға жиналған арақ соғудың қажеті жоқ ол жерге барып.